Баршаңызға сәлем достар. Алуа Мұсабекова каналына қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай әдемі балаларға арналған пинеткенің тоқылуын көрсеткім келіп тұр. Видеоны соңына дейін көрмес бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын қосып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің каналыма шыққан жаңа видеоларды көріп отыратын боласыздар. Бұл пинетке тоқу үшін бізге қажетті құрал жабдықтар осындай жіп. Мен Alize Lana Gold 800 деген жіпті пайдаландым. Қазір мына жерге фотосын қойып қоям. Себебі этикеткасы жоғалып қалыпты. Және де осындай 5 біз 2,5 номерлі 2 түйреуіш қажет болады. Және қайшы ең соңынан жіпті қию үшін. Онда бастайық. Бұл Alize Lana Gold 800 деген жіп өте жіңішке болғандықтан мен бұны 3 қабаттап тоқимын. Қазір бірден 3 қабаттап тоқуды сіздерге көрсететін боламын. Мүмкін кейбіреуіңіз білерсіздер, мүмкін кейбіреуіңіз білмейсіздер. Осылай ұзынша қып аламыз бірінші. Міне. Осылай 2 қабаттап аламыз. Аяғына дейін келтіреміз. Аяғына келді ғой. Осылай кейін кезде тағы да былай бөлеміз де, былай 3 қабаттаймыз осылай. Осы жерге дейін келді. Енді біз жағын осылай жібақ қаламыз. Қарапайым әдіспен жіптерді іліп аламыз. Ең бірінші 32 ілмек іліп аламыз бізімізге. Бірінші бізімізді аламыз. Үстінен келтіріп, бұлай 2 ілмекті қатар аламыз бастапқыда. Міне 2 алынды. Бірінші бізге 12 ілмек кетеді. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Міне 12 ілмегіміз кетті. Келесі екінші бізімізді аламыз да, оған 10 ілмек тереміз. 1, 2, 3, екінші бізімізге 10 ілмек кетті. Қарапайым әдіспен жіптерді іліп алып отырамыз. Үшінші бізге біз 11 ілмек аламыз. Себебі 1 ілмекпен жалғаймыз. 3 бізді бір-біріне жалғаймыз. Сол үшін 1 ілмекті артық аламыз. Қазір оны көрсетемін. Біреу, 2, 3, 11 ілмек алдық. Сонда барлығы 33 ілмек болды. Енді біз 1 ілмекпен қазір былай жалғаймыз үшін, сонда 32 ілмек қалады. Бастапқы бізбен бірінші бізді бітіп жалғап аламыз. Жібімізді бері қарай шығарамыз. Сосын осылай аламыз да. Енді былай істейміз міне. Жалғау үшін. Мынадағы 1 ілмекті аламыз. Аламыз да. Мына соңғы ілмекті мынаның үстінен өткіземіз. Соңғы ілмекті іліп алдым. Енді осының үстінен бұлай өткіземіз. Сонда осылай үстінен айналдырып өткіземіз де бізімізді шығарамыз. Сонда бірікті. Жаңағы бастапқы ілмегімізді қайтадан өзінің бізіне апарып өткіземіз.
Міне. Сонда мына бірінші ілмекте 12 ілмек, 10 ілмек, 10 ілмек. Сонда барлығы 32 ілмек болады. Мына жібімізді кішкене қысқартып қиып тастаймыз. Бұны ең соңынан мына жердегі резинкасының арасына бекітіп жібереміз. Міне осындай әдемі қонышымен пинетке шығады. Бұны қайырып қоюға да болады, немесе жаңағыдай ұзын күйінде де кидіре беруге болады. Кішкене қысқартып қиып тастаймыз. Енді біз резинкасын тоқимыз. Резинкасы қарапайым әдіспен бір оң, бір теріс қып тоқимыз. Немесе әркімнің өз қалауы бойынша 2 оң, 2 теріс қып та тоқуға болады. 3 оң, 1 теріс қып та тоқуға болады. Әркімнің өз қалауы бойынша. Мен бұл пинеткеде 1 оң, 1 теріс қып тоқим. Көрсетемін. Қарапайым ілмек ілу әдісі. Бір оң, бір теріс бастаймыз. Бер жағынан аламыз былай. Бер жағынан аламыз да жібімізді былай шығарып аламыз. Оң кетті, сол, теріс. Ортасына кіргізіп аламыз. Бер жағынан кіргіземіз де жібімізді шығарып аламыз. Терісті ортасынан кіргізіп былай шығарамыз. Осылай оң шығарамыз. Терісті жіптің ортасынан кіргіземіз де былай шығарамыз. Сонда бір оң, бір терістен алып отырамыз. Теріс кетті, міне. Келесін оңнан бастаймыз тағы да. Аламыз. Енді үшінші бізге келдік. Оң алдық. Терісті міне ортасынан кіргіземіз де былай суырып шығарамыз міне. Сіздер өздеріңіз қалаған кез келген жіппен тоқи берулеріңізге болады. Міне бір қатарымыз аяқталды. Екінші қатарды тоқып тастаймыз. Осылай қайталай береміз. Екінші қатарды тағы да бер жағынан аламыз оңды. Бұл әдісті бәріміз білеміз. Оң солы резинка әдісі. Сіздерге мына жерге келгенде ары қарай қалай 3 қабат жасаймыз, соны көрсетейін. Міне біздің екінші қатарымыз аяқталды. Енді бізде былай бастапқыда 3 қабаттадық қой жіпті. Осылай мына жеріне келгенде міне 3 қабатымыз аяқталды, иә? Енді бұл жерге келгенде мына ілмектің ішінен мына біз шығарамыз. Осылай. Осылай шығарамыз да.
осылай ұзарта береміз. Осылай жіңішке қабат жіпті бірден үш қабаттап тоқимыз осылай. Мына жерге келгенде ешқандай да білінбей тоқылып кетеді. Енді осылай тоқып келіп, тағы да мына жерге келеміз ғой. Тағы да мына ненің ішінен, осының ішінен мына жалғызды бүйтіп шығарамыз. Бір қабат осылай шығарамыз. Тағы да үш қабат жіп пайда болады. Егер білмейтіндеріңіз болса, осыдан көріп тоқуларыңызға болады. Біз екі қатар айналып келдік, осылай оң теріс ілмекпен резинкасын мен бұл пинеткеде 30 қатар тоқыдым. Міне 30 қатар. Сіздер өз қалағандарыңыз бойынша тоқисыздар. Мүмкін 25 қатар, мүмкін 20 қатар. Мен осылай қайырылып тұру үшін кішкене молдағып тоқыдым. Ары қарай тоқи берулеріңізге болады. Қайталана береді, оң теріс екі қатар тоқыдым. Енді мен 28 қатар тоқуым керек. Осылай тоқи бересіздер. Жаңағы жалғаған жеріміз не білінбей кетті уже. Қайтадан үш қабат жіп болып шықты. Міне осылай мен 30 қатар тоқимын. Сіздер өз қалағандарыңыз бойынша резинкасын қонышын тоқып шығыңыздар. Мінекей қыздар, мен 30 қатар тоқып шықтым, қонышын. Енді біз мына өрнекті тоқимыз. Өрнекті тоқу үшін бірінші біз мына ілмектерінің санын 40-қа толтыруымыз керек. Оны қалай толтырамыз? Мына жерде 32 ілмекке, 32 ілмекті 40-қа толтыру үшін біз 4 ілмектен кейін бір ілмек қосып отырып 40-қа толтырамыз. Бірінші, міне басталған жеріміз осы жер, міне бағана жер, міне басы болып саналады. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Барлығын бұл жерде оң ілмек қылып тоқимыз. Енді бесіншісін екі ілмектің арасындағы жалғанған жіп бар ғой, міне. Осының артынан әкеліп былай іліп аламыз да, мына бізімізді соның ортасына кіргіземіз. Сосын осы ілмекті де оң тоқимыз, міне. Сонда бізге бесінші ілмек қосылды, міне. Үшеу, төртеу, бесеу. Әрі қарай тағы да сөйтеміз. 4 ілмек тоқып аламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Бесіншісін жаңағыдай қылып былай артынан іліп аламыз да, мына бізімізді осының арасына кіргіземіз былай. Осыдан бір 10 ілмек шығарамыз. Міне, бізде 10 ілмек бір бізде тұр. Енді келесі бесінші бізімізді аламыз, міне. Мына жерде 4 біз тұр, е. Бесінші бізімізді аламыз да, оған да 10 ілмек теріп аламыз. Осылай 4 бізге 10-10-нан ілмектерді теріп аламыз, міне. Тағы да кетеміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Төртеу, қазір бесіншісін ілмек қосамыз. Бесіншісі мына жерден аламыз да, мына бізімізді осы ілмектің ішіне кіргізіп, оң ілмекті тиереміз, міне. Тағы да 5 ілмек шықты. 4-еуден кейін 1 ілмек қостық. Әрі қарай тағы да қосамыз. 4-ші бізіміздегі жіптерді ілеміз, міне. Біреу, екеу. Мына жерге жіптің аяғына кеп қалды, міне. Көрсеттім сіздерге. Аяғына кеп қалдым, тағы да 3 қабаттау үшін мынаның ішінен былай мынаны шығарып аламыз, міне. Шығарып аламыз былай. Былай тартқан кезде тағы да 3 қабат жіп
шығады. Екеу, үшеу, төртеу, бесіншісін мына жерден аламыз. Міне артынан іліп аламыз да, мына ізімізді соның ішіне кіргіземіз ортасына. Осы жерден бір оң аламыз. Тағы да бесеу, міне біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесіншісі мына ілмектің басынан аламыз. Жаңа бұл басталған жеріміз аламыз да, былай іліп аламыз. Болды. Осымен бізде 10-10-нан ілмектер біріктірілді. Сонда барлығы 40 ілмек болды. Міне осылай болып шықты. Барлығы 40 ілмек. 3, 4, 5, 10, 10, мынада 10, 4-еуінде де 10 ілмектен шықты. Енді бізге мына өрнекті салуымыз керек. Осы өрнекті. Ол үшін міне бастаған жерімізге келдік. Әзірше осы бізді ғана тоқимыз. Өрнекті жеке тоқып аламыз. Ол үшін міне бастаймыз. Тағы да бір оң бір терістен. Теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс. Міне бірінші қатар кетті, бір оң, бір теріс болып. Енді ізімізді былай қарай ауыстырамыз. Ішкі жағынан қарағанда тура солай тоқып шығамыз. Бірінші ілмекті міндетті түрде іліп аламыз. Екінші бізіміз сол болып тұр бұл жерде, я? Мына жағында оң болып тұр. Осы сол күйінде тоқимыз. Мына оң болып тұр, міне. Оң болып тұр, оң күйінде тоқимыз. Сол, оң, сол, оң, сол дейміз, кейде теріс дейміз. Екі қатар кетті. Үшінші қатарда тағы да өзгеріссіз бірінші қатардағыдай тоқып шығамыз. Оң, теріс. Міне біріншісі іліп аламыз өзгеріссіз. Екіншісі сол болып тұр, міне. Сол. Ең соңғысы теріс. Біз 3 қатар тоқыдық, міне. 3 қатар, бір оң, бір теріс. Енді келесі қатардан бастап 4-ші қатарда біз керісінше ауыстырамыз. Оң болып тұрған жерін теріс тоқимыз, теріс болып тұрған жерін оң тоқитын боламыз. Әр 3 қатар сайын сөйтіп солай ауыстырып отыратын боламыз. Бұлай шығарып алайын тағы да. Енді ішкі жағынан тоқимыз. Біріншісін міндетті түрде іліп аламыз, міне. Бірінші ілмегімізді. Енді қараймыз. Мына жерде екінші ілмегіміз бізде теріс болып тұр, міне. Теріс, мына оң болып көрініп тұр, я? Терісті енді оң тоқимыз. Бұл жерде оң тоқылады. Әр 3 қатардан кейін осылай өзгертіп отырамыз. Мына жерде оң тоқыдық. Енді оңды, оң болып тұрған жерді теріс тоқимыз. Теріс болып тұрған жерін оң тоқимыз. Міне, оң болып тұрған жерді теріс тоқимыз.
бір қатарымыз кетті міне. Келесі қатарда енді 3 қатар, 2 қатар өзгеріссіз тоқимыз. Бұл жағында оң болып тұрған жерді осылай тоқи береміз. 3 қатар өзгеріссіз, бірінші қатар тоқыдық, не өзгердік, енді 2 қатар өзгеріссіз тоқимыз. Сол, оң, сол, оң, сол, оң, сол, оң. Екінші қатарды өзгеріссіз тоқыдық. Үшінші қатарды да тағы да солай өзгеріссіз тоқып шығамыз. Көрініп тұр өзі, білініп тұрады тоққан кезде. Екіншіміз оң болып тоқып тұр, міне, бұны өзгеріссіз оң тоқимыз. Мынаны сол қылып. Оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң, міне. 6-шы қатар бітті, міне. Яғни әр 3 қатардан кейін өзгеріп отырады, міне. Орындар ауысып отырады. Мына жерден байқасаңыздар, міне 3 қатар оң тоқылған жерде, келесі 4-ші қатарда сол тоқылып кеткен, міне. Білініп тұр. Үшеуі бірдей, үшеуі бірдей. Сонда 6 қатар тоқыдық. Енді сіздер барлығы, міне, осылай қайталап 6 рет тоқимыз, міне. Үшеуі біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, міне 6-сы. Осылай ауыстырып тоқи бересіздер. Барлығы 18 қатар болады. Міне, біз 6 қатар тоқыдық, енді 12 қатар тоқимыз. Енді бұл жерде бастаған кезде, міне, ауыстырамыз тағы да. Келесі тағы 3-ші қатар тоқу үшін біз орындарын ауыстырамыз. Мына жерде, міне, бастапқыда оң болып тұр, анау. Мынауымыз оң болып тұр, міне. Енді бұны теріс қылып тоқимыз. Ал мына жерде сол болып тұр, оны оң қылып тоқимыз. Оңды теріс, терісті оң қылып тоқимыз. Әр 3 қатардан кейін осылай ауысып отыратын болады. Осылай тоқи бересіздер. 18 қатар тоқимыз. Және де бұл жерін айта кетейін, әркім өз қалауынша тоқи алады. Не бірыңғай терісте тоқуға болады бұл жерді, немесе бірыңғай оң тоқып кетуге болады. Ешқандай өзгеріссіз. Әркімнің өз қалауы бойынша тоқи бересіздер. 18 қатарға дейін тоқып шығамыз. Және де айта кететін бір мәселе бұл, мысалы, мына жерде ең 6-сын тоқимыз ғой, сол кезде 2-ші қатар былай кетеді ғой. Осы жерінен былай қарай кетеді. Сосын 2-ші қатардан бастап былай жалғап әкетеміз. Пинеткейдің толық жан-жағын жалғап теріп әкетеміз. Сосын 3-ші қатарды осы жаққа бірақ кеп жалғаймыз. Оны қазір көрсетеміз сіздерге. Тоқу барысында әзірше 18 қатарды тоқи беріңіздер. Міне қыздар, мен 17 қатар тоқыдым. Барлығы негізі 18 қатар болу керек қой. Бірақ мен 17 қатардан тоқтадым, міне. Әр өрнектен 3 қатардан 6 өрнек салынды, міне. Ең соңғысы 2 қатар. Енді осы жерде мына 3-ші қатарды былай қарай тоқымай тұрып, мына қалған жанындағы біздер тоқып айналып келіп барып 3-ші қатарды осылай аяқтайтын боламыз. Ол үшін біз мына өрнектің шетіндегі жіптер өзі көрініп тұрады, міне былай. Осылай. Міне осылай көрініп тұрады ғой. Осы жерден алып, мына жерден 8 ілмек іліп аламыз. Барлығы сонда 18 ілмек болады мына бізде. Мына жерден 8 ілмек ілінеді, мына жердегі 10 ілмек қосылады да 18 ілмек болып, мына жері міне осылай тоқылады. Қазір көрсетейін. Бірінші мына жерде міне
бір ілмек аламыз. Міне көрініп тұрады өзі. Міне осы жерден біреу, кетті. Міне екіншісі мынау, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз. Міне сегізіншісін осы соңғы ілмектен алып тоқимыз. Сегіз. Енді мынау міне 8 болды ғой барлығы. Енді мына біздегі ілмектерді қосып бірге тоқып кетеміз. Сонда барлығы 18 ілмек болады. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Міне осылай бірге тоқып кетеміз. Артқы ілмекті ешқандай өзгеріссіз өзін тоқимыз. Оны ілмекті айналдырып біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10. Мына ілмекті де ешқандай өзгеріссіз тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10 тоқыдық қой. Енді мынаны да бір несі қалып қалды. Мына жіпті қайтадан 3 қабаттап алу үшін былай арасынан өткіземіз, иә. Кішкене тағы да ұзартып алайын. Енді мына жақ шетінде пинеткенің мынау сияқты қылып 8 ілмек аламыз. Тура бірдей қылып. Екінші жағында 8 ілмек іліп аламыз. Міне өзі көрініп тұрады. Біреу, екеу, міне. Үшеу, төртеу деп. Біріншісі кетті, міне. Екіншісі. Үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, міне 8, соңғысы 8 болып тұр. 8. Екі жағы бірдей, 18-де 18 болып шықты. Мына жағы 18, мына жағы да 18. Екі жағындағы 10. Енді мына соңғы ілмекті біз жаңа 17 қатар тоқыдық қой. Міне 3-ші қатары енді тоқылады. Сонымен біздің өрнегіміз бітеді. Ең бірінші сол болып тұр, я, теріс болып тұр. Осы терісі тоқып кетеміз. Осы қатармен өрнек бітеді. Міне ең біріншісі теріс. Одан кейін оң тұр. Теріс, оң, теріс, оң, теріс. Міне біздің өрнегіміз бітті.
Осымен біздің өрнегіміз бітеді. Осындай әдемі өрнек шығады. Енді біз мына жан-жағын тоқимыз пинеткенің. Ол үшін енді осылай оң қатармен, оңмен 7 рет айналамыз. Тура ештеңені өзгертпей, сол қалпында оң ілмекпен тоқып шығамыз. Мына жаққа айналып келгенде, мына біздегі өрнек енді барлығы оң болып тоқылады. Бұнда өрнектің барлық қатары тоқылып бітті. Міне барлығы 3-тен 6 өрнек салынды. Сонда барлығы 18 қатар болды. Енді ешқандай өзгеріссіз осылай оң тоқып шығамыз. Барлық біздегі ілмектерді оң тоқимыз. Міне бір рет айналып келдім мен. Тура осылай енді 6 қатар айналып оң тоқып шығамыз. Осы жерге келгенше міне оң тоқып шығамыз барлығын. Міне қыздар, мен 7 қатар тоқып шықтым. Бірінші айналдырып әкеп, мына өрнекті бітіріп бір қатар тоқыдым ғой. Одан кейін басқа 7 қатар айналдырып оң тоқып шықтым. Міне мына жерін тоқып шықтық біз 7 қатар. Енді қайтадан 3 қатар теріс қып тоқимыз барлық біздегі ілмектерді. Міне басы осы жерден тұрады, осы бұрыштан. Енді теріс тоқимыз 3 қатар. Ешқандай өзгеріссіз. Барлық ілмекті бірыңғай теріс тоқып шығамыз. 3 қатар тоқимыз. Бірінші қатарды бастадым мен. Бірінші біздегі қатар тоқыдым. Міне осылай теріс тоқимыз. Міне осы жерін тоқып шығамыз 3 қатар. Міне қыздар, мен 3 қатар теріс тоқып шықтым. Енді қайтадан 3 қатар тағы да оң тоқимыз. Мына жерін тоқимыз міне. Одан кейін барып табанын осылай әдемі қылып қысқартамыз. Енді 3 қатар оң тоқып шығамыз. Дәл теріс тоқыған сияқты, ешқандай өзгеріссіз барлық ілмекті осылай оң тоқып шығатын боламыз. Ешқандай өзгеріссіз барлығын оң қылып 3 қатар тоқып шығамыз. Одан кейін барып табанын бірге қысқартатын боламыз. Не? Бір бізді тоқыдым, келесі 3 бізді тоқиын. Осылай 3 қатар оң тоқып шығамыз. Айналып шықтым. Енді табанын қысқартамыз. Мына жерде тұрған бізді мен осылай түйреуішке қыстырып қойдым. Кедергі келтірмес үшін қысқартқанда бұл ілмектерді енді ең соңынан бірақ тоқимыз. Сондықтан мен осылай түйреуішке қыстырып қойдым. Енді табан осылай тұр ғой, міне осылай, осы бұрышында тұр, міне. Бері қаратамыз теріс жағын. Бірінші ілмекті осылай жай ғана іліп аламыз да, келесі ілмектерді ішкі жағынан теріс тоқимыз міне. Осылай ішкі жағынан теріс тоқимыз, аяғынан бір ілмек қалғанша. Себебі ол оң жағынан қарағанда оң болып түседі. Бұлай оң болып түсу үшін біз ішкі жағынан осылай теріс қылып тоқимыз. Міне 9 ілмек тоқимыз. 9 ілмек тоқылды міне. 9 ілмек тоқылды. Енді бетеміз мына жерде бір ілмек қалды ғой. 10-шы болып. Осыны былай бізге іліп аламыз да. Келесі мына жерде 18 ілмек бар ғой. Соның ішінен біреуді қосып алып, екеуін бірге аламыз. Жаңағы 10-шы ілмекпен мына жақ қатардағы 18-ші ілмекті бірге алып, былай оң тоқимыз. Сонда әр тоқыған сайын
бір ілмектен екі жағынан қысқарып отырады да, мына жаққа келгенде екеуі теңдей оң болып шығады. Енді былай кері айналдырамыз тоқымамызды. Келесі қарай тоқимыз. Бірінші ілмекті жай ғана іліп аламыз барлық жерде. Екіншісін мына жағынан тоққан кезде оң тоқимыз барлығын. Барлығын былай оң тоқимыз. Тағы да 9 ілмек тоқып шығамыз. Осылай 9 ілмек тоқимыз. Міне 10-шысына келген кезде бұл ілмекті бүйтіп ала тұрамыз да, бізімізді қоя тұрамыз. Келесі екінші біздегі 18 ілмек бар ғой, соны бірінші ілмегін былай бағытын былай бері қаратып өзгертіп аламыз да, мына жаңағы 9-10 ілмекті қосып екеуін бірге оң тоқимыз. Сонда әр тоқыған сайын бір ілмектен қысқара береді, екі жағындағы бізден. Келесі тағы да бері қаратамыз да, ішкі жағынан теріс тоқимыз. Осылай бірінші ілмекті іліп аламыз да, келесі теріс, тағы да 9 ілмек тоқимыз. Не осылай 9 ілмек тоқимыз. 10-шысын тағы да бізімізге іліп аламыз да, мына бізді қоя тұрамыз. Келесі бізіміздегі бір ілмекті қосып, екеуін бірге теріс ілмек аламыз. Теріс ілмек аламыз да, бізімізді шығарамыз. Қайтадан былай кері айналдырамыз тоқымамызды. Осылай қысқартқан кезде осы 10 ілмекті айналдырып тоқи береміз. Тек екі жағынан ғана бір ілмектен қысқартып отырамыз. Бірінші ілмекті жай ғана іліп аламыз, келесіде оң тоқимыз. Мына жерде тағы да үш қабаттау үшін мына ішінен бүйтіп шығарып аламыз. Міне оң тоқып келе жатырмыз. 9 ілмек тоқимын. 10-шысына келдім, міне 10-шысын бүйтіп бері қаратып аламын. Бағытын бұны іле тұрамын бізге. Келесі жанындағы бізді төмен түсіріп, бір ілмекті бағытым бері қарай өзгертемін. Осылай өзгертемін де, жаңағы 10-шы бізімізді қосып, екеуін бірге, міне екеуін бірге алдым, екеуін. Не біреу? Екіншісі, екеуін бірге оң тоқимын. Осылай әр жақтан қысқара береді. Міне мына жағынан бір ілмек аламыз, мына жағына келгенде бір ілмек. Осылай бір ілмектен аяғына дейін кезектестіріп қысқарта береміз. Ең аяғына келгенде мына жағында 10 ілмек, мына бізде 10 ілмек қалады. Осы жерге келгенде сіздерге қайтадан қосылып түсіндіретін боламын. Міне қыздар, мен табанын қысқартып, ең аяғына келгенде міне екі жақ жағындағы жіптері бітті. Тек мына ілмекте 10 ілмек қалды. Оны мен осылай түйреуішке қыстырып алдым. Сіздер де осылай қыстырып алуыңызға болады, егер тарқатылып кетеді деп ойласаңыздар. Енді осылай тұрғанда, осылай пинеткиді аударып аламыз ішкі жағына қарай. Мына жібімізді кішкене ұзындау қиып алуымызға болады. Осындай ұзындықта аламыз да. Қиып аламыз. Бұл жіпті деп бері қарай, ішкі жағына қарай шығарып аламыз. Осылай. Осылай шығарып аламыз. Енді
Мына түйреуіштегі ілмектерімізді қайтадан мына бізге тізіп аламыз. Барлығы 10 болу керек екеуінде де. 10 ілмегімізді өткізіп алдық. Түйреуіш енді бізге қажет емес. Келесі екінші түйреуіштегі ілмектерді де бізімізге өткізіп аламыз бұларды. 10-ынан өткізіп алдық. Енді бұны қалай бекітеміз? Қазір сіздерге көрсетейін. Осылай екеуінде қатар ұстаймыз. Одан кейін бұлай екеуінен де қатар аламыз. Мына бер жағынан алдық. Мынаны да бұлай екеуінен қатар алып, екі ілмектен қатар аламыз да бірге тоқимыз екеуін. Міне, осылай тоқимыз да екеуін де бізден шығарамыз. Тағы да келесі ілмекті оңынан, осылай оңынан аламыз. Бірінші бізден алдық, екінші бізден де аламыз осылай. Екеуін бірге тоқимыз. Бізден шығарамыз да жаңағы бірінші ілмегіміз бар ғой. Соны осы соңғы ілмектің үстінен өткіземіз. Міне былай. Екеу тұр ғой. Осы бірінші тұрғанды соңғының үстінен былай өткізіп аламыз. Сонда біртіндеп азая береді. Және де осылай аяқталады. Тағы да аламыз. Екінші біздегі ілмекті аламыз. Екеуін бірге оң тоқып аламыз. Міне. Екеуін бірге оң тоқыдық. Өткіземіз деп, тағы алдыңғы бізімізді соңғысының үстінен бұлай өткізіп аламыз. Міне. Осылай өткізіп аламыз. Тағы да келесі екі бізді қатар аламыз осылай міне. Біріншісінен осылай кетті. Екінші ілмектен осылай. Екеуін қатар аламыз да өткіземіз. Тағы да алдыңғысынан жерде тұрған соңғысын шығарып аламыз. Біздегі ілмекті алдым. Екіншідегі ілмекті бірге оң тоқыдым. Тағы да қайталаймын. Осылай 10 ілмекті қатып шығамыз. Мен бұлай өткіземін. Тағы да бірінші біздегі ілмекті алам. Екінші біздегіні бірге, екеуін бірге оң тоқимын. Осылай. Не? Келесі тағы да соңғысының үстінен осылай өткізіп аламыз. Соңғы екі ілмек қалды. Біріншісінен осылай алып алдым. Екінші біздегі ілмекті осылай аламыз. Екеуін бірге оң тоқимыз міне. Болды. Тағы да соңғының үстінен кейінгі ілмекті өткізем былай. Міне. Осылай өткізіп аламыз. Болды міне. Мынаны былай өткізіп жіберуге болады. Осылай шығарып аламыз. Біздің пинеткамыз бітті міне. Мен артық алып қойыппын, қалғанын артық жерін қиып тастайын. Былай қиып тастаймын да. Мына жерге бір түйіп аламын осылай. Осылай істеймін міне. Осындай кез келген крючок бізді пайдалана берулеріңізге болады. Мына менде 2,5 номерлі крючок біз. Осыны
бір түйіп аламын да. Мынандай ине болады, кез келген жіп сататын магазиннен сұрасаңыздар болады, барлығы білет деп ойлаймын бұны. Осыған өткіземіз былай. Міне, осы инеге өткіземіз де. Енді мына арасына осылай жасырып тастауларыңызға болады. Осылай арасына білінбейтін қылып жасырып кетеміз бұл жіпті. Осылай қалған артық жіпті тағы да қиып тастаймыз. Шетіндегі жіпті мындай ілмекпізбен тағы да бір түйіп аламыз. Сосын арасына жасырып тастайсыздар. Міне біздің пинеткеміз дайын. Осындай әдемі балаларға арналған пинетке шықты. Өте әдемі. Егер де сіз видеоның соңына дейін көрсеңіз, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыз. Сіздермен болған алуа.